Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат уақыты. Қайлы кеш қадірлі көрермен, студияда Шерхан Жамбулұлы және сурд аудармашы Шырын Жаңғабыл. Әуелі аңдатпа. 10 күн дүниені дүр сілкіндірген жойқын зілзаланың салдарымен күрес әлі де аман табылып жатқандар бар. Дүрілдеп тұрған су қоймасы болған, бұл үш ауылға су жеткен. Шығыстағы қанды су қоймасы қаңырап тұр, қабырғасы қақыраған жағдайы апатты, шаруалары сусыз отыр. Жергілікті билік жөндеуге асығар емес. Теңгеңіз дайын болса, жасап береміз барлығын. Жүргізуші куәлігінің саудасы қызып тұр, тіпті арнайы сайт ашылған, сатқан мен сатып алғанға қандай жаза бар. Бүгін өнердің ұлы мерекесі, қазақ киносының майталманы Шәкен Аймановтың туған күні. Аңыз адамның өмір жолындағы тың деректер сәлден соң. Адамдар жауласы оң қойып, көз жасы құрғап, зорлық зомбылық құрайтын, бір-бірімен тату тәтті өмір сүретініне сенем. Енді рет-ретмен тұңғыш президент елбасы туралы заң күшін жойды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы заңның күші жойылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тиісті заңға қол қойды. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Еске салайық, 10 қаңтардағы парламент жиынында бұл құжаттың күшін жою туралы депутаттар бірауыздан қолдаған. Ал Түркияда құтқару жұмыстары құлаған ғимарат астында қалған соңғы азаматты шығарғанға дейін жалғасады. Бұл туралы елдің президенті Реджеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Оның сөзінше 2.200.000 адам зілзаладан зардап шеккен аймақтарды тастап кеткен. 105 мыңнан аса адам жараланды. 1 миллиондай тұрғын үйсіз қалған. Соңғы деректерге сай Түркия мен көршілес Сирияда қаза тапқандардың саны 41 мыңнан асты. Рейтер агенттігінің мәліметінше екі елде ондаған миллион тұрғын гуманитарлық көмекке зәру. Қазір Түркияда құтқарушылармен бірге мыңдаған волонтерлер де жұмыс істеп жатыр. Оқиға орнынан репортаж дайындау үшін табиғи апат болған аймақтарға ұлттық арна тілшілері Айдос Әшімұлы және Нұрбек Бекбау да барған. Қазір олар студиямен тікелей байланыста. Kahramanmaraş қаласына қазіргі ахуалды Нұрбек Бекбаудан білейік. Рахмет, Шерхан. Мен тұрған Kahramanmaraş қаласындағы ахуал өте күрделі. Зілзаланың зардабы орасан екені көрініп тұр. Бұл қаладағы ғимараттардың 65% күл талқан болған. Кісі өлімі де көп тіркеліп отыр осы зілзаланың кесірінен. Менің мынау ту сыртында тұрған кейбір ғимараттар сау көрінгенімен көпшілігінің қабырғасы сөгілген, негізгі тіреуіштері қираған. Мұндай үйлерде адам тұруы былай тұрсын, жанына барудың өзі қатерлі. Негізі Түркияда 10 облыста қатты зілзала болып өтті де, соның салдарынан 50 мың ғимарат осылай күйреп қалды. 200 сағат өтсе де кейбірін тірі алып қалып жатыр, бірақ бұлардың тірі қалу шансы күннен күнге минут сайын нөлге теңеліп келеді. Экономист ғалымдардың болжамынша зілзала Түркияға 84 миллиард доллар шығын әкелді. Рахмет Нұрбек, ал біздің құтқарушылар қай жерлерде жұмыс істеп жатыр? Бұл туралы Айдос Әшімұлынан білейік. Айдос. Кеш жарық, Шерхан, біздің құтқарушылар Газиантеп қаласының маңындағы арнайы штабта орналасқан. Ол жерде біздің Қазақстанның елшілігінің ұйымдастыруымен жататын жер, ыстық тамақ, апат аймағына барып қайтатын көлік барлығы ұйымдастырылған. Құтқарушыларымыз 2 ауысыммен тәулік бойы 3 нысанда жұмыс істеді. Бүгінге дейін 2 нысандағы жұмыстар толық аяқталып, қазір біздің жігіттер бір нысанның, бір ғимараттың үйінділерін тазалап жатыр. Жалпы біздің жігіттердің екінші тобы Нұрдағы қалашығында жұмыс істеп жүр. Нұрдағы қалашығы бұған дейінгі хабарларымызда айтқандай, зілзаладан өте қатты зардап шеккен қалалардың бірі. Ол жерде ғимараттардың 90% құлаған. Жақында ғана біздің құтқарушылар ол жерден 3 адамды аман есен алып шықты. Жалпы бүгінге дейін біздің құтқарушылар үйінділер астынан 7 адамды тірі алып шыққан, ал өкініштісі 88 адамның жансыз денесі де шықты. Біздің құтқарушылармен бірге
келген дәрігерлерге де арнайы жылжымалы аурухана салынған болатын. Ол ауруханада да дәрігерлеріміз 2 ауысыммен күндіз-түні жұмыс істеп жатыр. Бүгінге дейін ол жерде 140 жергілікті тұрғынға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Оның 17-сі бала. Сондай-ақ 200-ден аса жергілікті тұрғын күн суықта біздің шатырды паналап жылынған. Қазір құтқару жұмыстары аяқталып келеді. 2 қалада да осы аптаның соңына қарай біздің құтқарушыларымыз жұмыстарын толық аяқтап елге қайтуы тиіс. Шерхан. Рахмет, Айдос. Зілзаладан зардап шеккен Түркияда осындай ғажайыптар әлі күнге болып жатыр. Бүгін құтқарушылар Kahramanmaraş'тағы үйінді астында 222 сағат бойы жатқан әйелді құтқарды. 42 жастағы Мелике Имамоглу жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізілген. Оның жағдайы әзірге белгісіз. Ал бұған дейін 212 сағат өткенде тірі қалған ер адамның құтқарылғанын хабарлаған едік. 77 жастағы қария Адыяман қаласының тұрғыны. Сонымен бірге Қытайда бір әйел қирандылар астынан аман-есен шығарылды. Қазір келіп түскен ақпаратқа сай 226 сағат өткенде Kahramanmaraş'та тағы бір әйел аман-есен құтқарылған. Президент тапсырмасына сай Қазақстан Түркияға қосымша 55 тонна гуманитарлық көмек жөнелтеді. Бұл туралы бірінші вице-премьер Роман Склярдың төрағалығымен өткен үкіметтік комиссияның отырысында айтылды. Киім-кешек, қысқы шатырлар, металл кереуеттер, төсек орын жабдықтары мен өзге де күнделікті қолданысқа қажет заттар әуе көлігімен Газиантеп қаласына жіберіледі. Жалғастырамыз. Ел жаңалықтары. Шығыстағы қанды су қоймасының апатты жағдайда тұрғанына 10 жылдан асты. Тіпті соңғы 2-3 жылда бөгеттің 36 метрлік мұнара қабырғалары жарыла бастаған. Сондықтан тоспаға су жинауды тоқтатқан. Ал 5 ауылдың халқы оның зардабын тартып отыр. Егістігі қурап, жайылымдықтың шаңы шығып жатыр. Су тоспасына елік етіп отырған Қазсушар мекемесінің стратегиялық нысанды жөндеуге дәрмені жоқ. Бір ауданның халқы қарап отырған қанды су бөгетінің қазіргі жағдайын тілшіміз Олжас Керейхан арнайы барып көріп келді. Дүрілдеп тұрған су қоймасы болған, бұл 3 ауылға су жеткен. Дүрілдеп тұрған су қоймасының төменгі сағасы қазір сыбырлап жатыр. Осы нысанда 20 жылдан артық басшы болған Мәкен Тырнақбаев бөгеттің техникалық жағдайын 5 саусағындай біледі. 1983 жылы салынған су қоймасы 40 жылда бірде-бір рет жөнделмеген. Енді қабырғасы қақырап тұр. Сол жарық жақтан су ағады, соны тыйса, бұл өзіне халыққа қызметін ары қарай жалғастырады. Мынаған 43 сорылатын болса, қойма толғаннан кейін артық суды 30 кубометрға шейін шығарып тұрады. Онымен жайылымдықта суаруға болады, егістік шабындықты да суаруға болады. Бөгетке 47 миллион текше метр су сияды. Ол 7000 гектар жерді суаруға артығымен жетеді. Бұрын бұл қоймаға желтоқсан мен қаңтардан бастап біртіндеп суды жинайтын, ерте көктемде кемеріне жеткенде ақырындап суды жібере бастайтын. Нәтижесінде етектегі 5 ауылдың халқы егіндігі мен шабындығына суды осы қоймадан алатын. Соңғы 2 жылда су жинауды мүлде тоқтатқан. Судың тапшылығынан жасшыға жылда шаруалардың кенезесі кебеді. Советқа Нұрханов былтыр 90 гектар жерге жоңышқа арпа сұлы еккен, бірақ күйіп кетті деп күйінеді шаруа. Оның үстіне өткен жазда өңірде болған қуаңшылық халыққа жығылғанға жұдырық болды. Жемшөп қоры жеткіліксіз болғандықтан аудандағы шаруалар малын азайтқан. Қолда қалғанына азықты қазір алыстан арбалап жүр. Жаңа кеп жатқан шөптің бәрі қымбат. Мысалы, жаңа бір түйекке шөбіміз жаңағы 1800 теңгеден 1600 теңге, жаңағы құрақ шөптер жоңышқамыз жаңағы 2000 теңгеден жоғары. 1 килограмм комбикорм жаңағы құрама жемнің бағасы 150 теңгенің шамасында. Біз соған енді алып жатырмыз енді. Біздің негізгі мақсатымыз осы тезірек жөнделсе, үкіметтен жаңағы ақша бөлініп, керекті жаңағы суды беріп тұрса, себебі жаңа ауылда көп жастар келіп жұмыс істеп жатыр, жер алып. Енді олардың бәрі ақтамаса, ертең бәрі кет қалады ғой. Су қоймасының техникалық жағдайын салалық министрліктегі жауапты тұлғалар жақсы біледі. Бұрынғы мәжіліс депутаттары да келіп көрген, бірақ шаруалар бөгетті жөндеу соншалықты созбалаңға салынғанына аң-таң. Проект сметалық құжатқа қаражат бөлген жоқ. Біздің экология министрлігі, қаржы министрлігінде сұрау жасап жатыр. Уақытша ешқандай нәтиже болмай жатыр. Халықтың араласып жатыр. Сөзі жете алмай жатырмыз халыққа. Сол үшін біз бәріне көмек сұрап отырғанымыз сол. Көмек сұрап отырғандарына 10 жылдан асты. Алайда жобалық құжатын дайындауға қанша қаржы қажет екені әлі есептелмеген. Ал жөндеу туралы мүлде сөз жоқ. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қаликенов, ұлттық арна.
Қанысу бөгеті қаңырап тұрса, Қарағанды облысында 150-ге жуық елді мекен мен 100-ге тарта автомобиль жолын су басу ықтимал. Бұл аумақтарда қазір төтенше жағдай қызметі бақылауда ұстап отыр. Наурыз айында жағдай ушығуы мүмкін. Сондықтан тасқынның алдын алу шаралары әлсін пысықталуда. Тағы бір мәселе, облыстағы өзендердің кейбірі арнасынан асып тұр. Жыл сайын жағадағы елді мекендерді шайып өтетін Нұра өзенде су көлемі биыл нормадан 1,5 есеге көп. Ал Ақтөбе облысында керісінше су қоймалары көктемде тасуы мүмкін. Дәл қаланың іргесіндегі 3 бірдей гидро нысанында мамандар қатаң бақылауға алған. Себебі көп замай күн күрт жылыну мүмкін деген болжам бар. Сондықтан өзендердің арнасын кеңейтіп қардан тазартылып жатыр. Өңірдегі ахуалды Жақсыбек Кемал баяндайды. Алдымыздан өтетін жеріміз жоқ. Бұл былтырғы көктемдегі жағдай. Ол кезде облыс орталығына қарасты Қарғалы, Думан, Кірпішті секілді 10-ға жуық елді мекен су астында қалған еді. 100-ден аса үй тұруға жарамсыз болып қалды. Жауаптылар мұндай жағдай биыл қайталанбауы үшін барымызды салып жатырмыз дейді. Көктемде су тасқынын болдырмау үшін су қоймалардың деңгейін бақылап отыру аса маңызды. Мәселен, қазір біз тұрған нысан 54%-ға толған, әлі 113 миллион текше метр су қабылдай алады. Қазір бұл жерден су аз көлемде жіберіліп жатыр. Облыстағы мұндай ірі 3 су қоймасының екеуі Ақтөбе қаласының дәл іргесінде орналасқан. Сондықтан олар ерекше бақылауға алынды. Жақын арада бұл жерге судың деңгейін автоматты түрде анықтап, қауіптің алдын алатын шетелдік құрылғы да әкелінбек. Соған көп ақша бөлініп жатыр. Сосын көп компьютерлер бөлініп жатыр. Сол қолмен өлшемей, немен бәрі датчиктермен болу. Соған күш салып жатырмыз. Монитормен қарап отырамыз. Қай жерде қандай колебания бар, судың колебаниясы бар. Қаншама су келу керек. Бұған дейін облыс бойынша 34 елді мекенді су басу қаупі болған. Қабылданған шаралар нәтижесінде 20-сынан қауіп сейілген. Бұдан бөлек өзендердің арнасы кеңейтіліп жатыр. Ақтөбе қаласында тасқынға тосқын қою жұмыстарына 250 техника мен 100-деген адам жұмылдырылған. Ақтөбе қаласы бойынша 12 осындай осал учаскелер анықталды. Олар бойынша нақты шаралар бекітіліп, бүгінгі таңда жұмыстар басталып та кетті. Қысқаша айтатын болсақ, олар сол су өткізу құбырларын тазалау, арықтарды, сайларды тазалау және өзендердің сағаларын әртүрлі қоқыстан тазарту, кеңейту жұмыстары болып табылады. Қыс түскелі бері облыс орталығынан 150 мың текше метрге жуық қар шығарылған. Жауаптылар үшін бір сәтке де босаңсуға жол жоқ. Өйткені жақын арада күн күрт жылынуы мүмкін деген болжам бар. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбеден. Ал Маңғыстау облысында жол құрылысында қолданылған битум сапасы техникалық талапқа сай болмай шықты. Мамандар республикалық және жергілікті маңыздағы жолдарды тексеріп 30-ға жуық сынама алған. Зерттеу кезінде асфальттың сынғыштығы және қызырғанда жұмыстар өзгеріске ұшырайтындығы анықталды. Сондай-ақ Шетпе Қызан автомобиль жолының бір учаскасы қайта жөнделді. Себебі су жаңа асфальт үгітіліп кеткен. Тексеру нәтижесінде жол құрылысына тиісті деңгейде бақылау жүргізілмегені анықталды. Сондықтан техникалық қадағалау мекемесінің сарапшысына 180 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Тасмұрын Мәстек учаскесі бойынша жол инженерлері ақауларды анықтап, облыстық мемлекеттік сәулет және құрылыс бақылау басқармасына жүгінді. Расында да бұл учаскеде тиісті деңгейде бақылау жүргізілмеген. Сондықтан техникалық байқаушыға әкімшілік хаттама толтырылды. Ал мердігер компания жолды өз қаржысынан қайта жөндеп шықты. Жол құрылысына мәселе көп. Олардың жай-күйін тексеру барысында 29 қылмыстық іс қозғалды. 305 азамат тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы бас прокуратура мәлімдеді. Мысалы, бір мердігер компания Ақмола облысы Қоянды кентінде 907 миллион теңге бөлінген күрделі жөндеуді жасамаған. Солтүстік Қазақстанда 423 миллион теңгені жымқырды деген айыппен Мүсірепов ауданы әкімдігінің және жергілікті мердігер мекеменің басшылары жауапқа тартылды. Шығыстағы Алтай ауданында жөнделген учаскеге 148 миллион теңге бюджет қаражатын артық жұмсауға жол берілмеді. Лауазымды тұлға тәртіптік жазаға тартылды. Жалпы тексеру қорытындысы бойынша прокурорлар 30 миллиард теңгені талан-таражға салудың жолын кесті. Жүргізуші куәлігін алуға қатысты талаптар күшейгенімен құжатты заңсыз сататындар азаймай тұр. Тіпті құжаттың жалған нұсқасын ұсынатын арнайы сайт іске қосылған. Мұндай заңсыздық қашан тыйылады? Арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарының бұған қатысы бар ма? Тілші тарқатады.
Ел арасында спецсон аталып кеткен қызмет көрсету орталықтары алдында ашықтан ашық сауда жүргізіп келген делдалдар енді әлеуметтік желіге көшкен. Жүргізуші куәлігін жаңадан алушыға да, тіпті көлік тізгіндеу құқығынан айырылғандарға да көмектесеміз деген хабарландырудан көз сүрінеді. Жеке куәлігіңіз оригинал керек. Ресей азаматтары үшін қазақстандық куәлікті ұсынатын арнайы сайтты да көзіміз шалды. Қызмет құны 29.500 рубль, яғни 180 мың теңге шамасында. Құжатты түпнұсқадан айнытпай сапалы жасаймыз деген жарнамасы да бар. Тиісті анкетаны толтырып фото жолдасаңыз көп ұзамай хабарласуы тиіс. Міне сайтта көрсетілгендей бәрін толтырып шықтым. Шамамен 3 сағаттай уақыт өтті. Әзірге бізбен ешкім байланысқан жоқ. Дегенмен де уақыт оздырмай, өзге де жарнамалар бойынша хабарласып көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Права жасатайын деп едім. Не істеу керек ол үшін? Ол үшін сізге керек, маған керегі тек қана удостоверениесіз, 3-4 фото жібересіз. Ол оригинал ғой, иә? Оригинал ғой, сомда оригинал болмаса, қалай өтірік істей алмаймын. Сіз соң қызметкерісіз ба сонда? Иә. Заңды девушка, қорқпақ қойыңыз. Жүргізуші куәлігінің бағасы әр қалада әр түрлі. 80 мыңнан бастап жарты миллионға дейін барады. Заңсыздыққа халыққа қызмет көрсету орталықтары мамандарының да қатысы бар. Антикор қызметі соңғы 3 жылда 60 мыңдай деректі анықтап, 18 қылмыстық іс қозғаған. Ішкі істер министрлігі құжатты заңсыз саудалағандар да, оны сатып алғандар да жауапқа тартылады деп ескертті. Жасаған адамға қатысты 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылу болатын болса, жалған құжатты пайдалану адамдарға 40 тәулікке дейін қамаққа алу шарасы қолданылған. Әлеуметтік желілерде тарап жатқан жарнамалар көбісі жалған ақпарат болып келеді, яғни қазіргі таңда тарап жатқан жаңа алаяқтықтың түрі. Ал жүргізушілер одағының өкілдері мұндай қылмыстың тамырына балта шабу үшін ең алдымен куәлікті заңсыз жолмен алушылар неге көп деген сұрақтың астарына үңілу керек дейді. Автомектепте оқудың міндеттелмеуі, емтихан сұрақтарының қол жетімсіздігі жемқорлыққа түрткі болған. Одан қалды сынақ тапсыруға арналған көліктер жетіспейді. Бар болғанның өзінде қайта істен шығады. Елдер сандалтып қойды. Барғанның өзінде де әр автосонда бір машина 400 км жүріп келіп адам не істейді? Кері қайту керек па, жоқ басқа амал іздейді ме? Жүргізуші куәлігін кім көрінгеннің сатып ала беруі үлкен қауіпке апаратын жағдай. Автомектепке бармаған, қарапайым жол ережесінен бейхабар адамның кесірінен талай отбасы қара жамылуы мүмкін. Ая Мүтәлі, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы. Ресми сауда туралы айтса, қазақстандықтар көлігіне VIP нөмір алуға шамамен былтыр 6 миллиард теңге жұмсаған. Бұл туралы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мәлімдеді. Былтыр арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында жоғары сұраныстағы 20 мыңнан астам мемлекеттік нөмір сатылған. Оның ішінде ең қымбаты 001-ден 009-ға дейінгі және 37 нөмірі. Бұлардың әрқайсысы 1 миллион теңгедей тұрады. VIP нөмірлерге сұраныс көбіне Алматы тұрғындарынан түскен. Шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ тұлғаларға жайылым жерді берген мемлекеттік орган өкілдеріне 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 100 мың теңгедей айыппұл салыну мүмкін. Бұл әрекет бір жылда қайталанса айыппұл мөлшері 2 есе, яғни 62 айлық есептік көрсеткішке ұлғаяды. Сенатта комитеттің кеңейтілген отырысы өтіп, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізу туралы заң жобасы қаралды. Ауыл маңдағы жайылымдық жерлерді жекеменшікке берген әкімдік өкілдері де осындай жауапқа тартылады. Жерді қоршап алып, құнарлы қабатына зиян келтіргендерде жазадан құтылмайды. Жерді қазды, құнарлы қабатын сыдырып алды, бітті. Ол әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Шағын коммерциялық емес ұйымдарға 750 МРП, орта кәсіпорындарға 1000 МРП, егерде ірі кәсіпорын субъектілері болатын болса, оларға 2000 айлық есептік көрсеткіш. Осындай өзгерістер бар. Хабарымызды жалғастырамыз, әрі қарай көретіндеріңіз. Бүгін нағыз мерекеге сәйкес чемпион болып жеңіп шығып жатырмыз. Олар өмір сүреді. Бүгін ауыр дертпен күресіп жүрген кішкентай қаһармандар күні. Қатерлі ауру үмітті үзері үкім емес. Саяси дода қыза түсті. Барлық партия тізім бойынша өз үміткерлерін тіркеді. Іріктеуден өтпей қалған үміткерлер кімдер? Бүгін өнердің ұлы мерекесі. Қазақ киносының майталманы Шәкен Аймановтың туған күні. Аңыз адамның өмір жолындағы тың деректері сәлден соң. Адамдар жауласы оң қойып, көз жасы құрғап, зорлық зомбылық құрайтын, бір-бірімен тату тәтті өмір сүретініне сенем.
Бүгін 15 ақпан халықаралық онкологиялық ауруға шалдыққан балалар күні. Бұл дертпен күресіп жатқан кішкентай қаһармандарға, олардың ата-аналары мен дәрігерлеріне құрмет күні. Өкінішке қарай Қазақстанда онкологиялық ауруға шалдыққан балалардың саны жыл сайын 10-15%-ға өсіп барады. Бірақ отандық медицина заманауи әдіс тәсілдердің арқасында кішкентай күрескерлерді аурудан толық адағылауға қауқарлы. Гүлсім Имаш пен оның қызы бүгін чемпион. Айларға созылған ауыр сынақта үміт пен күдік алысып, төзімнің таяғына таянуға тура келді. Өйткені ең ауыр күресті бастан өткерді. Ол өмір үшін күрес. Острый лимфобластный лейкоз деген диагноз бойынша осында келдік. 7-8 ай көлемінде міне аман-есен барлық протоколымыздан өтіп, аман-есен әйтеуір бітіріп, осы бүгін міне нағыз мерекеге сәйкес чемпион болып жеңіп шығып жатырмыз. Шынымен де жеңіп шығып, бұл аурудың жеңуге болатын екеніне бізге үлкен мүмкіндік берді. Көп рахмет айтам. Қазақстанда онкологиялық ауруларға шалдыққан балалар емделетін екі орталық бар. Біріншісі 1991 жылы Алматыдағы педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында ашылды. 2010 жылы алғашқы онкологиялық бөлімше Астанадағы ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында жұмысын бастады. 2010 жылдан бастап орталықта 18 мыңға жуық науқас емделді. Бүгінгі таңда стационарда 140 бала бар. Лейкозбен ауыратын балалар жылына 240-280-ге дейін жетеді. Егер лимфобластық лейкоз болса 60-80% аяқып кетеді аурудан, ал миелобластық болса 60%-ке дейін негізі жетеді. Отандық медицина дамып келеді. Онкологиялық ауруларды емдеуге арналған көптеген әдістер бар. Олардың ішінде химиотерапия, ілеспе және сәулелік терапия, сүйек кемігін трансплантациялау және тағы да басқалары бар. Дәрігерлердің айтуынша дер уақытында ем-дом қабылдап, күрескен кішкентай қаһармандар үлкен жеңіске жетеді. Онкологиялық ауру үмітті үзер үкім емес. Азамат Бейбітұлы, Мәдина Әділбекқызы, Қазақстан ұлттық арнасы. Ал Павлодар облысында былтыр қателесіктен өкінішке қарай 750-ден астам адам көз жұмды. Өңірде рактың алдын алу, дертке шалдыққан адамдарды ерте бастан анықтау шараларына қатысты шағым көп. Облысқа барған денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният тұрғындарды медициналық тексеруден өткізу жұмысын қатаң сынға алды. Ауыл халқына сапалы қызмет көрсетуге басымдық берілуі тиіс. Сол себепті медициналық мекемелерді жаңғырту бағдарламасы аясында 12 фельдшерлік акушерлік пункт салынады. Оның 6-ы Ақсу қаласына қарасты елді мекендерде бой көтереді. Сіздердің облыстарыңыз рак ауруларынан алдың орында тұрған облыстардың бірісіз. Былтыр 20 мыңдай әйелдеріңіз бар екен. Соны 2 жылда бір рет тексеріп тұруға болады. Жоспарлап қойып, ай сайын күнделеріне звондап, осы өлім жітім беретін ауруларды сіз кәдімгі санын білуіңіз керек, түнді оятып алса да білуіңіз керек санын. Кәсіпкерлер ауылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында ауыл тұрғындары бизнеске бет бұрып келеді. Мәселен, былтыр бір ғана 3-ші интернационал елмекенде 20-ға жуық жас мемлекеттік грант арқылы жеке ісін бастады. Ауыл жастарының кәсібін өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы көріп қайтты. Ауылдың тумасы Ясин мал өсірсен қой өсір, пайдасы оның көл өсір деген қазақтың нақылын жадына тоқып өскен азамат. Ол былтыр мемлекеттен қайтарымсыз грант жеңіп алып, бүгінде қорасын ұсақ малға толтырған. Қой шаруашылығымен отбасын асырап отырған тұрғын енді асыл тұқымды төл санын көбейтпек. Простой тұқымнан бастадық, Құдайға шүкір, ана гисарға дейін алдық. 120 мыңға гисар алдық, қошқарына 1.225.000 алдық. Рахмет, көмектесті. Соның арқасы осы қойлар жаймен енді көбейтеміз. Ал жас механик Пазыл былтыр ауылдан көлік жөндеу орталығын ашты. Мемлекеттен 1 миллионның үстінде қаржы алып, өзіне қажетті құрал жабдықтарын түгендеп алған. Қазір шеберге жүгінетіндер көп. Себебі көлігі бұзылғандар көрші ауылдан да ағылып жатады. Әскерден оралып, жұмыс көрдім. Бүкіл жерде айлық аз. Ал бұндай жұмыстар табыс көзі көп қой бұндайда. Егер жақсы білсен, оқып істесең, грантты алдық. Бүкіл оборудование алдық. Қазір шүкір, күніне 2-3 машина келеді, 2-3 машина шығарамыз күніне. Жаңа жолда жас кәсіпкер темірден түрлі құрылыс материалдарын шығарып отыр. Шағын цехында шеге, темір тор мен сым тікен өндіреді. Оны шаруалар көбіне егістік аумақты малдан қорғау үшін пайдаланады. Елді мекен шалғай жатса да жан-жақтан тапсырыс берушілер көп.
Қазіргі таңда осы Қызылорда облысы бойынша шаруашылықтар осы сым тікен, шеге заттарымызды алып жатыр. Алда мақсатымыз осы құрылыс заттарын толығымен қамтып шығаратын үлкен кәсіпорын ашсақ па деген ойымыз бар. Жалпы өткен жылы облыста кәсіпкерліктің көкжиегі кеңейіп, оның үлесі 22%-ға артқан. Әсіресе ауыл аймақта бизнеске бет бұрғандар көбейген. Қазір өңірде 70 мыңға жуық адам өз кәсібінің арқасында күн көріп отыр. Қызылорда облысынан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Мәжіліс сайлауына партиялық тізім бойынша қатысатын кандидаттар тіркеліп бітті. Бүгін орталық сайлау комиссиясы Аманат және Республика партиясы өкілдеріне куәлік берді. Аманат партиясы атынан 90 адам ұсынылған. Үміткерлердің 29-ы әйелдер, жастар мен мүгедектігі бар адамдар. Квота нормасы сақталған. Партия алдыңғы сайлауда таңдаушылардың 71%-нан астам дауысты жинауына байланысты сайлау жарнасын төлеуден босатылған. Бүгін солардың ең негізгі қорытындысын алып отырмыз. Біздің кандидаттарымыздың барлығы сайлау алды кампаниясына қатысуға, сонымен қатар барлығы заңның талаптарын орындалғанын бүгін біз куәгеріміз. Сол себептен орталық сайлау комиссиясынан бүгін біз міне тіркеу қағаздарын алып отырмыз. Ал Республика партиясына мәжіліс сайлауына 25 кандидат ұсынылған еді. Екі адам өз еркімен партиялық тізімнен шығу туралы өтініш берген. Бұл саяси ұйымнан 23 адам қатысуға жіберілді. Орталық сайлау комиссиясы мәжіліс сайлауына қатысуға ниет білдіргендер Конституция мен сайлау туралы заң талаптарына сәйкес келетінін мәлімдеді. Сондай-ақ партияның бір мандатты округтер бойынша ұсынылған 4 адамның екеуі науқаннан тыс қалды. Бірі заң талабына сай келмейді, Қазақстан аумағында соңғы 10 жылда тұрмаған. Екіншісі отбасылық себептерге байланысты бас тартқан. Сонымен 7 партиядан 281 кандидат тіркелді. Бұл процесс 18 ақпанда сағат 18:00-де аяқталады. Әрі қарай үгіт насихат науқаны. Бүгін Ақ жол демократиялық партиясы сайлауға түсетін үміткерлерге куәлік табыстады. Партия атынан 54 адам мәжіліс депутаттығына үміткер болып тіркелсе, 24 адам мажоритарлық жүйемен додаға қатысады. Олардың арасында кәсіпкерлер, әлеуметтік және мәдени саланың өкілдері мен заңгерлер бар. Жастар тарапынан да белсенділік байқалады. Жақында өткен құрылтайымызда біз сол бағдарламамыздың жаңа редакциясын бекіттік. Енді сол бағдарламамен шығып отырмыз. Ал бағдарлама деген бұл енді жалпылама мақсат қой. Ал әрбір аймақта, әрбір салада ерекшелігі болуы мүмкін. Сол үшін бұл ерекшелікті есепте отырып, ары қарай біздің өзіміздің жұмысымызда, әсіресе заң қабылдайтын жұмыс, еңбегімізде, қызметімізде де біз оны ұмытпауымыз, санасуымыз керек деп білеміз. Бүгін қазақ өнерінің шоқтығы биік тұлғасы, талантты актер әрі режиссер Шәкен Аймановтың туған күні. Талант иесі ұлттық театр өнері мен кино саласын қалыптасып дамуына бүкіл ғұмырын арнады. Оның қазақ кинематографиясының алтын қорына енген фильмдері әлі күнге дейін көрерменнің көкейінде өміршеңдігін жойған жоқ. Оңдық бей, мен бе? Жоқ, маған соқ тимейді. Соқтың барлығы мына тесікті көрдіңіз ба? Осы тесіктен шығып кетеді. 1933 жылы қазақ драма театрына қабылданып, тынбай 20 жыл еңбек еткен Шәкен Айманов 1953 жылы кино саласына бет бұрды. Оның есімі бәрінен бұрын қазақ кинематографиясында тұңғыш рет ұлттық фильм түсірген режиссер ретінде ел жадында қалды. Атаңызға айналған дарын иесінің туындылар ұлттық өнеріміздің жауһарына айналды. Шебер суреткер ретінде халықтың тұрмысын, бітім болмысын дөп басты. Шәкеннің туғаны біздерге қымбат өнер адамдарына. Өнерге берген Шәкеннің оның ішінде мынау театрға, киноға берген таланты, дарына, кейінгі жастарға өзімен бірге қызмет атқан азаматтарға көп әсер етіп, көптеген үлгі қалдырды. Шәкен Аймановтың көзін көргендер режиссердің адамгершілігі бір төбе дейді. Материалдық құндылықтарды екінші орынға сырып, достармен әңгіме дүкен құрғанда, көпшілікпен араласқанда жаны сүйетін, кез келген отырыстың сәнін кіргізетін Шәкеннің үйде жалғыз отыратын кездері сирек болған. Қазақтың жақсы әдет ғұрпын түгел бойына сіңірген адам болатын. Қонақ жайлылығы, кең пейілділігі, қолының кеңдігі, топырлап қасында жүретінбіз. Оғысы жағы әншілік жағы болсын, домбыра шерту мәселесі болсын,
тарих мәселесі болсын, өте жоғары деңгейде болатын ол кісі. Шәкен Кенжетайұлы театр сахнасы мен кинода 100-ден аса кейіпкерді сомдады. 20-ға жуық фильм түсірді. Біздің сүйікті дәрігер, Атаманның ақыры, Атамекен, Тақиялы періште, Алдар көсе туындыларының жарыққа шыққанына жарты ғасырдан асса да, әлі күнге дейін өміршеңдігімен құнды. Адамдар жауласуын қойып, көз жасы құрғап, зорлық зомбылық құрайтын, бір-бірімен тату тәтті өмір сүретініне сенем. Нұрсұлтан Тілектес, Қуан Нұрақын, Ұлттық арна, Алматыдан. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Қазақстанда тұрмыстық зорлық зомбылықтан жылына 400-ге жуық әйел қайтыс болады. Ай сайын 120 келіншек өз үйінде жәбір көреді. Өткір мәселені еш бүкпесіз баяндайтын тұңғыш фильм жарыққа шықты. Бақыт деп аталатын туынды зорлық зомбылыққа қатысты заңды өзгертуге жасалған алғашқы қадам, дейді режиссер Асқар Ұзабаев. Алматыдағы кинопарк 11 IMAX Есентай кинотеатрында отандық фильмнің жабық көрсетілімі өтті. Адам төзгісіз өмір туралы қарапайым хикая. Продюсер Баян Мақсатқызы жаңа туындысын дәл осылай сипаттайды. Әйел тағдыры жайындағы фильм сән қуу немесе тенденцияға еру емес, бұл қоғамға ащы шындықты жеткізу әрекеті дейді ол. Кім өзін бақытты болуға лайық деп санайды. Бақыт картинасында шағын қалада тұратын қарапайым отбасының өмірі сипатталады. Күйеуі, әйелі мен олардың бойжеткен қызы. Осы үш кейіпкер арқылы ұзақ жылдарға созылған тұрмыстық зорлық зомбылық, махаббатсыз күн кешу, жүрек түкпіріндегі мұң мен қайғы баяндалады. Қазақстанда бұл проблема бар. Екі отбасының бірінде бар. Жоқ дегенде. Енді осы киноны көргеннен кейін әйелдер, ер адамдар өздеріне бір қандай да бір өмірлік сабақ алып, былай да болады екен ғой деген бір шешімге келіп жатса қуаныштымын. Отбасылық жанжал, ұрып соғу, қорлау бізде ғана емес, бүкіл әлемді алаңдататын мәселе. Содан болар аталмыш туынды Берлин халықаралық кинофестивалінің панорама секциясында үздік атанды. Осы бір фильм арқылы қоғамдағы өзекті мәселені шеше алмайтынымыз анық. Дегенмен бұл жоба үлкен істің бастамасы. Бұл кино бәріне көніп, шыдап жүретін әйелдерге ой салады деп ойлаймын. Қоғамдағы ащы шындыққа тура қарайтын, осы мәселемен күрескісі келетін азаматтар бізді қолдайды деген сенімдемін. Әлеуметтік тақырыпты көрсеткен фильмнің шығуына қарапайым азаматтар да үлес қосты. Оны түсіруге краудфандинг жарияланған еді. Ал фильм ертеңнен бастап кинотеатрларда көрсетіле бастайды. Фариза Мұсақызы, Ерболат Қуанышев, Ұлттық арна, Алматы. Бүгінгі айтарымыз осы. Ақпаратты сондай-ақ телеграм арнамыздан оқи жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.